Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын сникерс пирогының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін әрине видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар, бізге керекті өнімдердің барлығын описанияға жазып қоятын боламын, қанша мөлшерде керек екенін. Ең алдымен бір ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еріген соң сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң какаомызды, қопсытқышымызды, ұнымызды салып, барлығын араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Бізге кішкене қолға жабыспайтын қаттылау қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды бір үлкен және бір кіші бөлікке бөліп, үлкен бөлігін пергамент төселген қағазға немесе майланған формамызға салып, жайып шығамыз. Шетіне жақсылап бортиктарын шығарып алатын боламыз. Бір тегіс етіп, барлығын бір қалыпты етіп жайып аламыз. Міне осылай шетін шығарып, жақсылап тегістеп жайып алуымыз керек. Салмасына бізге вареный сгущенка және соленый арахис керек болады. Соленый арахисті бүтіндей қоссаңыздар да болады, немесе пышақпен, блендермен езіп алсаңыздар болады. Мен блендермен езіп қостым. Жақсылап араластырып, қамырымыздың ортасына жақсылап жайып тегістеп аламыз. Салмасы өте қарапайым, бірақ өте дәмді. Барлық жерін бірдей етіп тегістеп жайып болғаннан соң, екінші кіші қамырымызды қолымызбен осылай үгітіп бетіне сепсеңіздер болады, немесе жайып сетка жасасаңыздар да болады. Бетін өз қалауыңызша әрлейсіздер. Алдын ала қызып тұрған 160-180 градус пеште бір 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогыңыз піскеннен соң бетіне шоколадты ерітіп, осылай құйып шықсаңыздар болады. Енді бетін әрлеуі ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Ас болсын достар, сіздермен болған Анаргүл. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар.